Айжан мен Нұрланның үйлену тойынан кейін 3 ай өтті. Нұрлан шетелдік компанияда жұмыс істеп, айына 2-3 рет қана Алматыға оралатын. Олар Серіктің Нұрланның әкесінің Алматының орталығына жақын жердегі үлкен 4 бөлмелі пәтерінде тұратын. Серік әйелі қайтыс болғалы жалғыз өмір сүріп, зейнеткерлікке шыққан. Бірақ дене бітімі әлі мықты, биік бойлы, қатал жүзді ер адам еді. Айжан пәтерге алғаш келген күні Серік оны мұқият қарап шықты. Жас келіннің нәзік иығы, тар шалбарының астындағы ұзын аяқтары мен жұмсақ күлкісі оның көңілін бірден аударды. Кешке дастархан басында Серік «Қызым, үйге қош келдің» деп Айжанның қолын ұзақ ұстады. Содан кейін кездейсоқ оның белінен сипап өтті. Айжан шошып кетті, бірақ ештеңе демеді. Жаңа отбасының алдында ұят болады деп ойлады. Серіктің көздері сол түні ұзақ уақыт бойы жас келіннің денесінен айырылмады. Нұрлан тағы да іс сапарға кетті. Пәтерде Айжан мен Серік екеуі ғана қалды. Серік әрбір мүмкіндікті пайдаланып, келінге жақындай бастады. Таңертең Айжан кофе қайнатып жатқанда артынан келіп, «Суық түсіп қалма» деп екі қолын белінен құшақтап, денесін өзіне тартты. Саусақтары біртіндеп жоғары көтеріліп, кеудесінің астынан өтті. Айжан қызарақтап, «Әке, не істеп тұрсыз? Жіберіңізші» деді. Бірақ Серік күліп, «Мен сенің әкеңмін ғой, қорықпа» деп жауап берді. Түнде Айжан өз бөлмесінде жатқанда есік ақырын ашылды. Серік кіріп, «Ұйқың келмей тұрма?» деп сұрап, жатын орнына отырды. Қолы жас келіннің артқы жағынан бастап, жылы терісін сипай бастады. Айжанның денесі дірілдеп, бірақ қорқыныштан дауысы шықпады. Айжан бір күні ұзақ уақыт душ қабылдап, ыстық сумен шаршап шықты. Денесіне жұқа ақ орамал оранып, жатын бөлмесіне беттеді. Есік ақырын ашылып, Серік ішке кіріп келді. «Кешір қызым, мен тек сүлгі іздеп едім» деп сылтауратты. Бірақ көздері жас келіннің су тамшыларымен жылтыраған мойнына, иығына және орамалдың астындағы толық кеудесіне қадалған. Ол жақындай түсті. Қолы орамалдың шетінен ұстап, «Суық болып қалыпсың ғой» деп бірден ішіне тықты. Саусақтары Айжанның жылы, жұмсақ терісінен өтіп, кеудесін толық алақанына алды. Алдыңғысының ұш жағын саусақтарымен қысып айналдыра сипады. Айжанның денесі дірілдеп, «Әке, жіберіңізші, бұл дұрыс емес қой» деп сыбырлады. Дауысы дірілдеп шықты. Серік күлімсіреп, «Құдайдың алдында бәрі дұрыс. Сен менің отбасымсың, сен маған жылылық бересің» деді. Екінші қолы келіннің артқы жағынан төмен сырғыды. Ең нәзік жеріне жақындады. Айжан көз жасын ұстай алмады. Бірақ денесіндегі бейтаныс ыстық толқын оны әлсіретті. Серік оны жатын орнына итеріп, орамалды толық ашты. Бірнеше минут бойы жас денені көзімен сіміріп, қолдарымен ұстады. Сол түні ол алғаш рет Айжанның жатын орнына толық жатты да, құштарлығымен оның денесін өз меншігіне айналдыра бастады. Серіктің батылдығы күннен күнге өсті. Кешке Айжан ас үйде ыдыс жуып тұрғанда ол артынан келді. Қолдары белінен ұстады. «Сен бүгін өте әдемісің Айжаным» деп сыбырлады. Саусақтары жоғары көтеріліп, көйлегінің астына кетті. Қатты қысты. Айжан қарсыласуға тырысты. «Тоқтаңыз, Нұрлан біліп қалса ше?» Серік күлді. «Нұрлан алыста, ал мен мұндамын. Сен менің қолымнан құтыла алмайсың». Ол Айжанды жатын бөлмесіне алып кірді. Саусақтары астыңғы жақтың ішіне еніп, келіннің дауысы шықты. Айжан ішінен «Мен неге шыдап тұрмын, неге айқайламаймын» деп ойлады. Бірақ ұят пен қорқыныш оны тұншықтырды. Айжан тек көз жасын төгіп жатты. Бұл енді күнделікті әдетке айналды. Серік кешкі ас ішкеннен кейін Айжанды өз бөлмесіне шақыратын. Жарықты өшіріп отыратын.
сен маған өмір қайтардың деп сыбырлайтын, қолдары бүкіл денесін шарпитын. Айжан енді бәріне үнсіз көнді. Денесі кейде өз еркімен жауап беретіндей болды. Ішінде өшпенділік пен мәжбүрлі ләззат араласты. Серік сағаттап оны зерттеді. Сен енді менікісің Айжан деп қайталады. Түннің бір уағына дейін жалғасты. Айжанның беті солғын тартып, көздерінің асты көгерді. Нұрлан бір рет күтпегенде оралды. Әйелінің денесіндегі көк іздерді, мойнындағы тістеген іздерді байқады. Бұл не, Айжан? Сен маған не жасырып тұрсың деп қатты сұрады. Айжан құлап қалдым, ештеңе емес деп өтірік айтты. Дауысы дірілдеді. Серік ұлына әйелдердің әурешілігі ғой, балам деп күлді. Бірақ сол күні Серік Айжанды қаттырақ ұстады. Бұл енді жаза еді. Ол келінді жатын орнына апарып, үндемесең ғана жақсы деп қорқытты. Айжан ауырсынып жылады, бірақ шыдады. Серік енді күндіз түні тыныштық таппайтын. Пәтердің есігін жауып, Айжанды диванға, асхана үстеліне, тіпті жуынатын бөлмеге дейін апарып емденетін. Киімін толық түсіріп, қолдарымен, тілімен бүкіл денесін шарпыды. Сен менің әйелімсің енді деп қайталады. Айжан ішінен мен бұдан құтыламын ба деп ойлады. Денесі кейде мәжбүрлі түрде жауап беретін. Серік оны өз мүлкі деп сезініп, сағаттар бойы ойнайтын. Нұрлан іс сапардан ерте оралды. Түн ортасында әкесінің Айжанның бөлмесінен шығып келе жатқанын көрді. Үй іші жанжалға толды. Әке, сен не істеп жүрсің деп айқайлады Нұрлан. Серік, мен сенің әкеңмін. Сен маған тәрбие бере алмайсың деп қарсылық көрсетті. Айжан бұрышқа тығылып үндемеді. Сол түні Серік соңғы рет Айжанды мәжбүрледі. Қолдарын қатты қысып, тәнін толық иемденді. Бұл қоштасу сияқты болды. Толық құштарлық пен ашу аралас. Айжан шыдамады. Нұрланға бәрін толық айтты. Қашан басталғанын, қалай мәжбүрлегенін, қандай сезімде болғанын. Нұрлан шок болды. Әкесімен ұрысып қол көтерді. Серік, ол өз еркімен келді. Мен ештеңе істеген жоқпын деп өтірік айтты. Отбасы толық ыдырады. Айжан ажырасуға шешім қабылдап, Серік пәтерінде жалғыз қалды. Бірақ көздері әлі де жас келінді аңсап тұрды. Бірнеше ай өткен соң Айжан күш жинап Серіктің пәтеріне келді. Есікті ашып, қолдарын менің денемді мәңгі ластандырды. Енді мен сенің өміріңді ластандырамын деді. Телефонынан бұрын жасырын түсірген бейне жазбаларды көрсетті. Серіктің беті бозарып, қолдары дірілдеп, жүрегі айныды. Қызым, кешір деп жалбарынды. Серік сол түні қан қысымы көтеріліп ауруханаға түсті. Айжан есікті жауып шықты. Көшеде терең дем алып тұрды. Өткен қорлықта мәңгі ұмытпаса да, енді ол еркін еді. Жаңа өмірін қайта бастады.